Сәлем достар, кастор майы жайлы естуіңіз бар ма? Кастор майының 15 пайдасы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Кастор майы адамдар мыңдаған жылдар бойы қолданып келе жатқан көп мақсатты өсімдік майы. Ол тұқымнан май алу арқылы алынады. Кастор бұршақтары деп аталатын бұл тұқымдарда рицин деп аталатын улы фермент бар. Дегенмен, кастор майын өндіру кезінде өтетін қыздыру процесі рицинді сөндіреді. Бұл майды қауіпсіз пайдалануға мүмкіндік береді. Ежелгі Египетте адамдар кастор майын шамдар үшін отын ретінде жағып, оны көздің тітіркенуі сияқты ауруларға табиғи ем ретінде пайдаланды. Тіпті жүктілік кезінде босану үшін де пайдаланды. Ал бүгінгі күні кастор майы іш қату және тері аурулары сияқты жалпы ауруларға арналған танымал табиғи құрал болып қала береді, және оны табиғи сұлулық өнімдерінде жиі табуға болады. Достар, кастор майының денсаулыққа ең маңызды 15 пайдасын айтатын боламын, сондықтан видеоны соңына дейін мұқият қараңыз. Кастор майын косметикада кеңінен қолданылатын элемент. Кастор майының ылғалдандыру қасиеттері, оның қабынуға қарсы қабілеттілігі, шашты қорғауы мен жылтырлығы немесе оны безеулерді және терінің басқа жағдайларын жою үшін қолдануы осы затты ерін талабында шаш бояғыштарында кеңінен қолданылады. Шаш немесе хош иісті кремдер. Жараны емдеу үшін қолданылады. Еуропада ол осы мақсатта жиі қолданылмаса, кейбір оңтүстік Америка елдерінде кастор майы көбіне оның құрамына кіретін перу бальзамы, ағаштан алынған жақпа мироксилон бальзамы және оның даршын мен бензой қышқылына, медицинада және парфюмерияда қолданылатын элементтерге бай екендігі. Бұл бальзамды жасау үшін кастор майының көп мөлшері қолданылады, өйткені оның құрамдас бөліктері ықпал етеді. Перудің бальзамы емді қабынуға қарсы антисептикалық және аналгетиктер. Шаш өсуіне көмектеседі. Кастор майы шаш өсуіне стимулятор болып табылады, өйткені оның құрамы омега-9 бен ретинол қышқылына бай. Оны шашты күшейту үшін лосьондар мен сусабындарда қолданылатын күшейткіш етеді. Бас терісіне күтім жасауға қолайлы құрал. Кастор майы бұл косметикада көбірек қолданылатын элемент. Сусабындар немесе кондиционерлер сияқты көптеген өнімдерде осы зат бар, өйткені бұл майдың қасиеттері шашқа табиғи көрініс береді, майды кетіреді және жылтыратады. Сондай-ақ шашқа аз мөлшерде жағу ұсынылады. Массаж майы ретінде қолдануға болады. Кейде кастор майы контрактураларды, бұлшық еттердің шамадан тыс жүктелуін немесе дененің кейбір бөліктерін түсіруді емдеу үшін массаж жасауға қолданылады. Себебі бұл зат өте ылғалдандырады, жанасқанға жағымды және жағымды иісі бар. Кастор майы қабынуға қарсы табиғи құрал. Үндістан мен оңтүстік Американың кейбір аймақтарында қабынулар мен фурункулдар үлкен емес. Оларда жұмсарғанша қыздырылған жапырақтармен жауып, кастор майы мен осы заттың компоненттері зақымдалған жерге әсер етеді. Кемшіліктердің бетін тазалаңыз. Кастор майы теріде пайда болатын дақтарға, қара шеңберлерге және майда сызықтарға қарсы әрекет ететін табиғи косметика болып саналады. Бұл зат теріні ылғалдандырады және оның май деңгейін реттейді. Теріні күн сәулесі немесе жел сияқты қолайсыз ауа райынан қорғайтын компоненттердің бір бөлігін құрайды. Терінің сауығуына көмектеседі. Кастор майы жақсы емші екендігі дәлелденді. Бұл зат жасушаларға энергия беру функциясын орындайтын моносахаридтерден тұратын биомолекула болатын, құрамында хитозанның көп мөлшері бар қосылыстар қатарынан тұратын жарада пленка жасайды.
ерінді қорғауға және көркейтуге қызмет етеді. Кастор майы бұл ерін далабында жиі кездесетін компонент. Құрамындағы май қышқылдарының мөлшеріне байланысты бұл өнімдерде қоспа ретінде қолданылады, өйткені олар ерінді ылғалдандырып, имиджін жақсартады. Әртүрлі аурулардың пайда болуын болдырмау үшін басқа қосылыстармен үйлесімді. Кастор майын химиялық өңдеуге болады. Қан тамырларын кеңейтуге қабілеті бар. Глюкозадан алынған қосылыс изосорбиттен тұрады. Ол целлюлит, герпес немесе каллус пайда болуы сияқты терінің проблемаларын болдырмай, қанның еркін айналуына мүмкіндік береді. Жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Кастор майының құрамындағы екінші компонент олеин қышқылы болып табылады. Ретинолик сияқты бұл омега-9 май қышқылы, ол зәйтүн майы мен авокадо сияқты басқа тағамдарда да болады. Олеин қышқылы қан тамырларына пайдалы. Іс жүзінде ол жерорта теңізі диетасын құрайтын көптеген тағамдарда денені гипертония сияқты аурулардан қорғауға қабілетті. Минус бұл компонент кастор майында көп емес, сондықтан жүрек қан тамырлары проблемаларының алдын алудың тиімді әдістері бар. Кастор майы дөрекі тері мен безеулерге қарсы тиімді құрал. Ретинол қышқылы майдың құрамындағы басқа элементтермен бірге теріні безеулер мен каллустардан аулақ етіп тегістейді және ылғалдандырады. Ол осы мақсатқа жету үшін фармацевтикалық қосылыс ретінде қолданылады. Табиғи іс жүргізетін дәрі. Кастор майының ең көп құрамдас бөлігі ретинол қышқылы. Бұл асқазанның белсенділігі мен ащы ішек арқылы айналатын судың ағынын өзгертетін стимулятор ретінде қарастырылатын омега-9 май қышқылы. Іс жүргізетін өте тиімді және іш қатудан зардап шегетін адамдар үшін өте қолайлы. Бірақ оны әрдайым орташа мөлшерде тұтыну керек және алдын ала дәрігермен кеңесу керек. Дерматологиялық аурулармен күресудің одақтасы. Кастор майы теріні жақсы жағдайда ұстауға көмектесетіні дәлелденген. 1985 жылы зерттеуші Луи Инвуд зерттеу жүргізді. Ол осы затты саңырауқұлақтар, герпес және псориозбен ауыратын адамдарға тексерді. Нәтижесінде кастор майы бұл ауруларды емдеуде ең әсерлі қосылыс болды. Бірақ ол мырыш, гидрофилді жақпа немесе крахмал сияқты басқа элементтермен бірге жүруі керек еді. Кастор майы денені босануға дайындауға көмектеседі. Жүктіліктің 38-ші аптасынан бастап кастор майын қолдану денеге босануға дайындалуға көмектеседі. Себебі бұл зат жатырдан жоғары орналасқан ішектердің жұмысын ынталандырады. Кастор майын диарея мен сұйықтық пен қоректік заттардың жоғалуын болдырмау үшін аз мөлшерде ішу керек. Сол себепті көптеген дәрігерлер оны осы мақсатта ішуге кеңес бермейді. Достар, бүгінгі ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Егерде видео ұнаса, лайк басып, қазақша контентті қолдай жүріңіз.